көрсетемін адамдардың нәтижелерін. Бұл кремнің кереметтігі, кейбір қыздар даже мынаны су қылып қояды, беті су болып тұрады. Содан кейін сол сумен бір жағам дейді, бір жағып шығам, содан кейін кішкене кебіңкірегеннен кейін екінші вариант жағам дейді, үшіншіде вообще оқтай керіліп қатып тұрады. Потом мынау кішкене кептіреді адам бетін. Сондықтан сухой бет болса, олар ой, неме мынау тартып тастады, клей ұқса бір бөле болып қалды деп жатады. Поэтому бұны прям сулы бетке жағу керек. Мен сізге қазір мына сереброны шашайын, иә? Алдымен сүйретпе түсіріп алу керек. Да. Вот этот крем подтяжку делает. Куда-то ходить. Мінекей, енді қазір әжімді қараңыздар, иә? Қазір видео түсіріп тұрсаң да болады, 2 минуттан кейін уже ол кете бастайды. Міндетті түрде бұл 12 сағат действиясы. Тойға бір жаққа шығам дедіңіз, мінекей, мына машиналарға бүйтіп вбивать етесіздер. Осылай. Міне осы машинаға ғана жағуға болады. А можно полностью. Менде бір орыс кісі алады, но ол ылғи барлық бетіне жағатын. Базарда істейді, сонда базарына. Полностью жақтым, аға. Енді қазір әпкеге полностью жағатын болсақ, можно бір жағына жағайын ба, или полностью жағайын? Өзінің кремі ғой, не жалко. Мінекей қыздар, мынаның бәрі тартылады. Ана беті су тұрған. Потом беті су болып тұру керек, аха, адамның беті су болып тұру керек. Кейбіреулер мынаны азақ қой мынау дейді да, азық емес, көпке жетеді. Мен мысалы тек қана көзім айналасына жағатынмын, почти 7-8 айға жетті ол маған. А бетті жуғаннан кейін қайтадан машинада Конечно, постепенно, даже глубокий мимический, мынау машинада кетеді. Ондайды да қазір көрсетемін нәтижені. Жаңа қараңыздар, уже кетіп жатыр мына бет. Постоянно кете ма дейді. Постоянно қолданғаннан кейін біздің судың памяти бар ғой, тура сол сияқты, мы на 80% из воды состоим, да? Сол память, мына тартылып, қайта-қайта мына қарныңызға заряд берсеңіз, ол да тартылады ғой. Сол сияқты мына күнделікті тартып отырғаннан кейін постепенно ана память возвращает бұрынғы нені. Бұрынғы қалпына келтіріп, кожа керемет болады, подтягивать етеді, маршиналар расклаживать етеді. Мені уже кетіп жатыр, көріп тұрсыздар ғой? Жаңа қандай болды и қазір. Глубокий Мынау уходит. су болғаны жақсы. Он осветляет? Он еще осветляет. Осветляет и сразу подтягивает. Состав там написано в этом, да, в инструкции? Мен екі рет жақтым. Екі рет жақтым, тойға барып Я подтяжку век делает, да? Да, еще как подтягивает. Сейчас увидите. Морщинки выйдут. Как поднимется, подтянется. Потом не только подтяжка век, морщинки, отеки уходят. Вот эта отечность, она сейчас тоже начнет уходить. Обычно под глазом, да? Да. Под глазом синюшность, вот эта вот отечность, она вся уходит. И вот иногда, если бывает в зависимости от кожи, да, может зависеть, если лето вы потеете, қайта-қайта терлеп жатсаңыз, мынаның действиясы кетіп бара жатса, туалетке кіріп, тез алып, бүйтіп алып, қайтадан шығып кете бересіз. Аға шынымен қыздар, рас қой, билейміз, терлейміз, тойда. Сонда қайтадан түйде боласыздар. Я кетіп отырмын. 2 минут, это чудо 21 века. Ол керемет нәрсе. Мен осы крем үшін кеттім. Кремді көргенде таң қалдық қой. Біз ана компанияда Валентус'та істеп жүргенде, бір күні крем жоқ болып кетті сайтта. Өлі неге крем жоқ десек, его какая-то компания перекупила дейді. Бізде енді болмайды дейді. Соған бәріміз ренжіп. Мен бір қызға суретін жүрдім, шешем 65 минут күткен жүрген. Интернет магазин. Здесь 9 мың теңге. Лимбудда 9 мың теңге. 7,5 мың, 1,5 мың теңге тастап, сонда 9 мың теңге. Мына жерде енді, егер адам бетін тартқысы келсе, онда осылай мимический морщиналармен, массажный линиялармен все к риску тянем. Осындай тянем, мынау особенно үлкен кісілердің аузының айналасындағы әжімдер. Әлі де құрғақ болып тұр. Тағы су шашы. Именно мына жерге, ана жаққа келгеніміз, мына шашпаңыз, ақа болды.
су болса ол жақсы впитывать етеді да, равномерно. Мен өз жағанда еще веер алып аламын да. Веермен бүйтіп кептіріп, соны тез келеді да. Моментально. Енді біз негізінде правильно пользование үйренуіміз керек та, мынаны дұрыс қолданып білуіміз керек. Мен алдында дұрыс қолданбаған, мен білмеймін мысалға, содан кейін кремдерін бере салдым ғой, негізінде дұрыс қолданамаған. Иә. Потому что көп уақыт тұрып қалды ғой. Көрдіңіз, оған акаса су құйып, оны жібітіп қойса болады екенші. Оны білмейміз су құйып қоясыздар бұны. Біткенінше до последней капельки. Потом су құйған кезде аны жібіп, бөгіп, дәу болып тұрады, көп болып кетеді қайтаданшы. Ашып тұрады да. Мынау қазір тырысып тұр ғой. Мынаған су құйғаннан кейін кәдімгідей бөгеді мынау. Набухать етеді. Аха, набухаться етіп көтеріліп тұрады. Қандай керемет жасаған енді. Қалай таңғалмайсыз? Мені қараңыздар, маңлайдағыны. Иә, маңдайда. Көрдіңіздер ме? Бровтың ортасы прям жазылып кетті. Аха, мына жердегіні прям чем глубже вбиваете, тем лучше. Сен ешкім 65-ке Бізде келмейді. әжіміз қатты көрінетіні, еще например былай жазған кезде қараңызшы, мына ортасы Қайта беттері беті қарайғанда күшті. ортасы әппақ болып тұрады, Енді мына сызық болып беті. тұрады. Постоянно осыны істей беретін болсақ, онда ана немізде бірдей болып, Мына кожамыз бірдей болып қабақтағы, мыналардың бәрі кетеді. бәрі кетіп қалады. Күнде істеуің керек. Күнде. Осылай көрдіңіз ғой қалай екеніне, жаңа шашып тұрып осы видеоны жібереміз, осы видеоға қарап істеңіздер. Керемет. Бұл ғажап нәрсе. Подружкаларыңыз күйеуге тиіп кетті ме? Во-первых, ешқандай зияндығы жоқ, иә? Қаншама әйелдер осы әдемі боламын, әжімімді кетіремін деп қыздар жаңағы мезаға барады, ботокс жасайды, иә? Ботокс деген ол не ғой? Токсин ғой? Сол токсинді кожаға кіргізген кезде ана немен парализовать етеді мышцаларды. Парализовать еткеннен кейін күлсе де мына жағы әжім болмайды, қатып тұрады. Соған әйелдер рисковать етеді. Ол ботулин рассасываться, иммунитет төмен болып рассасываться етпей қалса, ол ертең жаңа жаман ауру болып кете алады даже. Соған қарамай әйелдер соған барады ғой. Химия. Соны мен жаңағы салон красотадағы мықты кісі ол кісі. Ол айтады, Мадина, мен кезінде өзім әйелдерге ботокс жасағам, меза жасағам, жаңа неше түрлі подтяжка жасағам, өзіме де жасағам. Қазір мен өкінемін дейді. Қазір только фейс йога, мына массаж, бетпен массажбен әжімдерді тартам дейді. Вот, и ол айтады, мен бетімді қараш көріп тұрсың ба деп, соның бетінде мен байқадым, аха, мына бетіндегі гель вбивать еткен ғой, сол мына бетіндегі гель кетпей қапты да, мына бетіндегі гель рассасация кетіп қапты, енді бетім қисық болып қалды дейді да. Байқасаңыздар, көп әйелдердің ерні қисық болып тұрады, мына бір жағы мынандай надуты, мына жағы мынандай, олардың бәрі ана забивать еткендер гельдары кетпей қалады, сөйтіп кейбіреулердің мына жақтары қисық беттері бұжыр-бұжыр бөліп тұрады. Келдің бәрі пермей шығып кетті. Енді қыздар, мына кремді жаққаннан кейін, жаңа айттым ғой, 12 сағатқа действовать етеді дедік қой. Кейбіреулердікі жаңағындай терлеп, неғандай жылдам кетуі мүмкін. Сондықтан қайтадан бір айнаның алдына барып, мынаны бүйтіп алып, тез-тез бүйтіп, даже макияждың үстінен. Кейбір кісілер макияждың үстінен жасай береді. Түгел отты до тоналка бәрін жағып боянып алады. Одан кейін мынаны забивать еткенде, мынау отектары кетіп, машиналар разгаживается, кете береді. Желательно без макияжа. Ал менің бетім өте сухой кожам. Сондықтан мен жуынып келем да, су бетіме әдемілеп тұрып жағамын да, күте тұрамын. Бәрі қатқан кезде тартылып қатады. Бірінші алдында 10-15 минут, как будто бірдеңкемен пленка сияқты бір бәле тартып тұрған сияқты неприятный болады. Одан кейін 15 минуттан кейін анау жібереді. Болды. Полностью сіңіп кеткеннен кейін жаңағы ощущениенің бәрі кетеді. Күлсеңіз, естественно, мына жеріңіз әжім болады, бірақ ровно отырсаңыз, қайтадан әжім бәрі кетіп қалады. Мынандай ровно болып шығады. Көрдіңіздер ме? Во-первых, осветлилась. Однородная стала. Во-вторых, мына глубокий морщиналарды қараңыз қандай болып қалды. Енді мына көздің астындағы отекті қараңыздар. Жаңа болбырап, бүйтіп көтеріліп, көлбіреп тұрды ғой. Сол мінеке тартылды уже. Енді мына носогубной складканы қараңыздаршы. Көрдіңіздер ме, мына жер ашылды ғой, былай тартылды. Мынау да былай кетті. Мына жер әлі кеткен жоқ та конца, мына жақ уже кетті. 15 минуттың ішінде, сөйтіп, мына қабағы да уже кетті, жаңа қатты болып тұрған, аха. Міне жердегісіне қатты дұрыс жақпапты. Өстіп түгелінен кетеді, күшті болып жүре бересіздер. Кеше Наргүл мен бір жігітті жазғам, ол сразу видео түсіріп инстаграмына салып қойған екен, кеше маған 10 крем заказ беріп жатыр. Маған 10 крем беріңізші заказ деп, Мүскілге бердім.
Уже адамдар сұрап жатыр дейді да, мамасының подружка бар. Керемет. Керемет. Күлме бірақ 12 сағат күлмей жүрді. Жоқ, күлсе де ол қайтадан. Жоқ, кішкене кепсін әбден. Әбден кеуіп формасын алсын, иә. Жоқ, бұдан кейін тональный крем жаға алмайсың, иә? Бол жазу керек. Жарты сағаттан кейін. Қазір қыздар егер сразу тоналка жақсақ, анау бір бәле болып қалады, опа типа болып үгітілген сияқты бірдеңке болып. Аха, мына бір 30 минуттай сіңіп кетсін, содан кейін тоналкаңызды, косметикаңызды түгел жағасыз кетеді. Жап-жас болдыңыз, қыз болдыңыз. Ой, Рассыпчатый рахмет. пудраны Қазір бетіне барғаннан кейін жігітіңіз танымай. жігіті жоқ қой. Вот енді жігіт табылады. Соны айтамын ғой, күйеуге шығып кетті. Өзіңіз миллионерша болсаңыз, өзіңіз осындай бір әжіңіз жоқ болса. Бітті ғой. Рахмет. Жақсы.